Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыз ғұндар тайпасына арналады. Біздің заманымызға дейін 3 ғасырда Қытайдың солтүстігі мен орталық Азияда ғұндар деген тайпалар бірлестігі пайда болды. Нақты айтқанда, біздің заманымызға дейін 2009 жылы бой көтеріп, біздің заманымызда 2016 жылға дейін өмір сүрді. Сақтардан соңғы қазақтар аумағында және көрші аймақтарда үлкен мемлекет құрып, дәуірлеген халық бұл ғұндар еді. Біздің заманымызға дейін 4 ғасырда Қытай мемлекеті ғұндарды өзінің солтүстік батыстағы күшті бәсекелесі жауы деп есептеген. Бұл күндері түркі тілінде сөйлегендігі дәлелденіп отырған ғұндар басында тайпа одақ болып, одан күшті мемлекет құрды. Ғұндардың мемлекеттік тарихы жөнінде жазба деректер жеткілікті. Олардың саяси қоғамдық құрылысы жөніндегі деректер негізінен Қытай жылнамаларында көптеп жазылған. Ғұндарда мемлекеттіліктің негізі біздің заманымыздан дейін 3 ғасырдан басталады. Ғұндар мемлекеттілігін толық қалыптастырып, оның саяси жүйесін құрушы ірі саяси тұлға Мөде Тәңірқұты. Ғұндардың саяси жүйесі өте күрделі. Мемлекет әбден күшейген кезде ғұндар елі 3-ке бөліне бастады. Олар шығыс, батыс және орталық. Ғұндар еліндегі осы 3 аймақ 24 әкімшілікке бөлінді. Олардың әрқайсында мыңбасылар, жүзбасылар, онбасылар, билер, кіші бектер, тағы басқа лауазымды қызметкерлер тағайындалды. Ғұндар көшпелілердің алғашқы мемлекетін құрды. Көшпелі мемлекеттің негізгі белгілері осы ғұндар дәуірінде қалыптасты. Құрылтай жиналыста дүниеге келді. Ғұндардың өзінің әдет-ғұрпына негізделген заң ережелері болды. Онда жер-су мәселелеріне ерекше мән берілді. Ғұндар мемлекетінде Қытай деректеріне қарағанда тұрақты ғұн әскерінің саны 300 мың болған. Ресми іс-қағаздарын жүргізген, мөр басу рәсімі қалыптасты. Ғұндар мемлекеті біздің заманымызға дейін 3 ғасырдан біздің заманымыздың 5 ғасырның жартысына дейін өмір сүрді. Әрине, басқа көшпелі империялар сияқты олар бірде күшейіп, бірде әлсіреп отырды. Біздің заманымыздың 4 ғасырынан бастап ғұндардың бір бөлігі Еділден асып Европа жеріне қарай аяқ басты. Содан былайға 2000 жылдың ішінде олар Европаның жартысын жаулап алып, өзінің билігін орнатты. 375 жылы Отскот, Герут, Генит сақ тайпаларын бағындырып, ғұндардың батысқа жорығы халықтарының ұлы қоныс аударуына түрткі болды. Ғұндар Европада өз империясын құрды. Ғұндар Рим империясына қауіп төндірді. 5 ғасырда 30 жылдары ғұндардың басшысы Атила Европа халқының үрейін өшірді. 375-376 жылдары вестготтардың Қазақстан даласынан келген ғұндармен күресі ежелгі Рим империясының құлауына әкелді. Біздің заманымызға дейін 56 жылы Хухане бастаған оңтүстік және Чжичи басшылық еткен солтүстік топтарға бөлінді. Оңтүстік Ордос өңірін мекендеп қалды да, солтүстік ғұндар өз тайпаларының қысымымен Саян және Байкал өңіріне ығысты. Біздің заманымызға дейін 49 жылы Чжичи хан империясының боданына айналған оңтүстік ғұндардың жерін басып алуға, сол арқылы бірлікті қайта орнатуға әрекет жасады. Бірақ оның бұл әрекетіне нәтиже шықпады. Солтүстік ғұндар 87-93 жылдары Қытайлардың Сианьби және Динлин тайпаларының бірлескен одағы талқандады. Жеңіліске ұшыраған солтүстік ғұндардың бір бөлігі 5 ғасырда оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияда өз мемлекетін құрды. Ауғанстан мен Иранды Үндістанның біраз бөлігін жаулап алды. Ғұн тайпаларында көшпелі мал шаруашылығы, мал өсіру, әсіресе жылқы өсіру басты рөл атқарды. Сондай-ақ қой өсіру, аң аулау, егіншілік дамыды. Ғұндардың қолөнер кәсібі күшті дамыған. Металдан, сүйек пен мүйізден, тас пен саздан, ағаштан, керамикадан жасалған ыдыстары табылған. Сауда дамығандығын жібек маталар, айналар, нефриттен істелген бұйымдар көрсетеді. Олар малдың барлық түрлерін өсірген. Ғұндардың негізгі баспанасы киіз үй болған. Ғұндарда бұйымының бетінде түрлі түсті заттарды жапсыру стилі пайда болды. Тарихта ол полихромдық стиль деп аталады. Осы стиль орталық Қазақстанда дамыған зерлеу әдісімен пайдаланады.
бұйымдарды безендіру үшін негізгі бейне жабайы аңдар болған. Ғұндар мен Қытай арасында айырбас сауда жүріп тұрды. Бұл әсіресе ғұндарға тиімді еді. Біздің заманымызға дейін 158 жылы шекарадағы сауда көздерін кеңейту мақсатында Тәңірқұты Қытайға қарсы соғыс ашты. Біздің заманымызға дейін 152 жылы ғұндармен тағы сауда жөніндегі шартқа қол жеткізді. Шекаралық аймақтарда сауда орындары ашылды. Тарихтағы ұлы қоныс аудары Орталық Азияның саяси картасына, этникалық құрамына өзгеріс әкелді. Қытайдың ығыстыруымен ғұндар Алтай, Сарыарқа арқылы батыс Қазақстанға жылжыды. Олар жолшыбай көптеген тайпалардың орын ауыстыруына әсер етті. Жалпы ғұн тайпаларының шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымызға дейін 2 ғасырдан бастап, біздің заманымызға 4 ғасырына дейін созылған. Тарихта бұл жылжу тек ғұндарға ғана тән құбылыс емес, басқа да ірі тайпаларға әсерін тигізді. Тарихта бұл тарихи құбылысты халықтардың ұлы қоныс аудары деп атайды. Әсіресе Қазақстанға үлкен әсерін тигізді. Жергілікті Сақ, Ючижи, Үйсін, Қаңлы сияқты тайпалардың шығыстан батысқа қарай орын ауыстыруына әкелді. Ғұндар Еділден өтіп, алдарына Сармат аландарын сала отырып Еуропаға енді. Енді азиялық ғұндар Еуропаның жазбаларында ғұндар деп атала бастады. Олар Доннан Дунайға дейінгі ежелгі готтардың Дунайдың арғы жағына ығыстырды. Кейін готтар, яғни герман тайпалары, готтар, шығыс готтарда ғұндармен одақтасуға мәжбүр болды. Ғұндар Керчь бұғазы арқылы өтіп, Босфор патшалығын талқандады. Бүкіл Қара теңіз жағалауын Днестрге дейін аралық ғұндардың қол астына көшті. 376 жылы Рим империясы шекарасына тақап келді. 5 ғасырдың 30 жылдарында ғұн басшысы Румыния және Венгр жерінде мемлекет басына келгеннен бастап мемлекет күшейіп, әлемге әйгілі болды. Ғұндар патшасы Аттила Европада ғұн мемлекетін құрып, елді кеңейту мақсатында Рим империясына қарсы күресті. Аттила туралы деректер 6 ғасырдан бері жазылып келеді. 5 ғасырдың ортасына қарай ғұндардың басшысы Еділдің Румыния және Венгрия жеріндегі ғұндарды өзінің қол астына жинады. Рим империясының аудандары Панюнина мен Мезияны басып алған соң Франция жерін өтті. Италияның атақты композиторы Джузеппе Верди Аттила операсын жазды. 1948 жылы Римнен Приска Аттила сарайында болды. 453 жылы Аттила қайтыс болды. Ғұндардың құдіреттілігін шығыста Қытай, көршілес үйсіндер мен қаңлылар, солтүстікте Саян, Алтай тайпалары мойындады. Ғұндар мен Қытайдың хан династиясы арасында соғыс біздің заманымыздан бұрын 188 жылы хан әскерінің жеңілісімен аяқталды. Қытайлықтар жыл сайын алым-салық төлеуге және Қытай ханшасын әйелдікке беруге мәжбүр болды.